Сәлеметсіздер ме? Мен Сәлиева Әсеткүл. Көп жылдық еңбегіммен әсіресе сіздерге қазір рецепт туралы көп айтып жатырмын. Осы ауырғанда жеңіл үй жағдайында қандай емделу керек екендерін көбірек айтамын. Сондықтан мен сіздерге бір жөтелге керекті дүниені айтқым келіп отыр. Жөтел астма болады, одан кейін жай жөтел болады. Бронхит, пневмония, енді өкпенің аурулары көп қой өте. Сондықтан мысалы бронхит болып ауырған жағдайда кейбіреулер ойлайды, далаға шығуға болмайды, мына аузыма суық ауа кіреді, одан ары мен құрты боламын деп төсекке жатып қалатындар болады. Төсекке енді өте қатты жағдайда 1-2 күн жатып қалса, одан артық жатуға болмайды. Өйткені бронхиттің арты пневмонияға ұласады, пневмония ары қарата өкпеңізге су жиналып, жаңағы қиын жағдайға әкеледі. Сондықтан қимыл әрекет өте керек болады. Қандай аурумен ауырсаңыз да сіздерге қимыл әрекет керек болады. Жөтелге мысалы мен Тибет тәсіліменен, Тибеттің шөптеріменен, бұл қазір ойға бару өте қиын, білесіздер, бірақ бір мол қылып әкелген едім. Сол өте қоқым майда қылып үгітілген шөптерді соған жаңағы жөтелге ем болатын және 90 түрлі ауруға ем болатын майдан дәрі жасаймын өзім. Сол дәрілерді беріп, осы коронавирус кезінде өте пайдалы, елге пайдасы тиді. Әлі де сол дәріні жасап жатырмын. Және мен кішкентай балаларға жөтел кезінде бірден дәрі антибиотик салғанға қарсымын. Бұл енді шетелде де сондай, тек қана бізде емес, шетелде де сондай. Қазір кішкентай балаға жаңадан туа салып антибиотик салатын болса, ол ары қарата жай емдеген емдерге бағынбай қояды. Сондықтан шамаларыңыз келгенше кішкентай жас балаларды үй жағдайында емдеп, оны қойдың майын майлағаннан біз өлсек, біз өліп қалатын едік. Қазіргі жағдайда қойдың майын майламай деп жатады. Неге майламайды? Мысалы, Индияның адамдарын көретін болсаңыздар, туа салып майменен жаңағы майлайды. Қарасаңыздар, Индияның адамдарының бәрі бір қап-қара бір майлы адам болып тұрады ғой. Ал енді біздерде кәдімгі ет мына тері ширау үшін тұзды суменен шомылдырады. Содан кейін қойдың майымен байлайды. Біздердің қазақтардың терісі сондай әдемі. Сол мысалы кімнен кем? Біздер мысалы солай өстік, біздердің балаларымыз солай өсті. Сондықтан жаңадан туған балаларды да шомылдырып, майлап өсіргендеріңіз жөн. Және ауырып қалған жағдайда қойдың майымен мына жақтың барлығын майлап, арқасын майлап, кәдімгідей жаңағы жылы шүпірекпенен, салқынмен жауып, жылы шүпірекпенен орап қойсаңыздар, бірден терін шығарып, жаңағы ауруы тез жазылатын болады. Сондықтан мен балаларға кішкентай кезінен туғаннан бастап үй жағдайында еммен емдеңіздер деп айтқым келеді. Өйткені антибиотик бірден антибиотикке берген кейін екінші рет ауыратын болса, оның тамағы ауыратын болса, басқа болатын болса, ол мысалы басқа ауруға, басқа емге бағынбай кетеді. Сол антибиотикті салу керек болады. Ол антибиотик бір жағынан ішкі құрылысын, жаңадан туған баланың іші әлі жетіліп біткен жоқ. Сондықтан ішкі құрылыстарын, жаңағы ферменттерін, ішкі құрылыстарының слиздеріне көп кедергі келтіреді. Сондықтан сіздерге баланың іші ауыратыны, құрты көбейіп кететіні барлығы осындай жағдайдан болады. Тамағы ауыра беретіні. Ал табиғи жолмен емдейтін болсаңыздар, оның иммунитеті де жақсы болады да, көп ауырмайтын бала болады. Және өте ыстыққа ұстауға болмайды. Салқынға ұстап үйрету керек. Салқынға ұстаған бала аурушаң болмайды. Ауырмайық. Үлкен менен кішіні қазір бірге айтып өттім. Өйткені үлкеннің де, кішінің де организмі бірдей. Сондықтан сіздерге керекті дүниені айтып өттім. Бір жөтел туралы айтқым келіп отыр. Мынандай шөп болады, тамыр болады, мінекей. Мынандай тамыр, осындай тамырлар болады, мінекей. Бұл құмдағы жерде, бұның аты сырттан дейді. Құмдағы жерде жүзген дейтін, бойының биіктігі 1 метрдей ғана болатын жүзген дейтін сексеуіл сияқты талдар болады. Соған жаңағы 10 күн өмір сүреді. Жағалап, жаңа жүзгенге тіптен тазалығы сонша, мына жерге түсірмейді. Шырмауық құсап, бетіп жүзгенге өрмелеп өсетін нәрсе. Қараңызшы, өкпеге өте мыңда бір ем. Өзі өкпенің түсіндей өзі де, түсі де. Осыны майдалап жіберіп, мысалы астма болған адамдарға майдалап ұнтағын деп жұтып ішетін болса, бұл жұтып ішет және жаңағы бұны кәдімгі қолдың қаймағына араластырып, шарик қылып ішетін жағдайда болады. Егер бұлай деп бітіп
ауа кылып жутатын болса, өте ачты болады, ол астмаларга жакшы. Мынаяктын барлыгын алып кетет. Ал енді шарик кылып ішетін болса, бұл жөтелге мыңда бір ем болады. Әрине бұны әр жерден таба бермейсіздер, бірақ ол менде бар. Оны жаңа қаймақпен бірге жейді және сорпа су ішіп отырып ішеді. Бұл өте улы болғандықтан. Жөтелге мыңда бір ем. Біздің Қазақстанда табылатын тамыр. Бірақ күздің күні 10 күн өмір сүреді. Сол 10 күнде алып үлгеру керек. Құмдақ жерде өсетін нәрсе. Ал енді не айтамын сіздерге? Жөтелмеңіздер, ауырмаңыздар, осы емдерді пайдаланыңыздар. Мен айтқан рецепттердің бірсыпырасы, мысалы мен айтқан тамырлар сіздерде бар болатын болса пайдаланыңыздар. Пайдаланып, және қалай қолдануын айтып беріп отырмын. Қолданыңыздар, ауырмаңыздар. Мен әрқашанда сіздермен біргемін, ақыл кеңесін бөлісіп отырамын.